Сәлеметсіздер ме? Сіздерге арнайы тапсырыспен тігілген ерекше құрақ паноны таныстырамын. Бұл жай ғана интерьерді сәндейтін бұйым емес. Бұл қазақ халқының ұлттық өнері мен ақ тілегін біріктірген заманауи пано. Әр оюдың өз батасы мен тілегі бар отбасылық тұмар пано. Ертеде ата-бабаларымыз ақ батасын сөзбен берсе, әже-аналарымыз сол тілектерді ою өрнек арқылы жеткізген. Жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер дегендей, бұл панодағы әрбір ою отбасының бақыты, татулығы, берекесі мен амандығын тілейді. Ендеше, панодағы әр блоктың мағынасына тоқталайын. Алғашқы ою күн оюы. Күн өмірдің, жарықтың және жылудың белгісі. Бұл ою күннің жарқырап, аспаның ашық болсын, елімізде әрдайым бейбітшілік болсын деген ақ ниетпен тігілген. Бұл киіз үй бейнесі. Киіз үй қазақ отбасының береке мен бірліктің символы. Бұл блок шаңырақтарың биік болып, отбасың әрдайым бақытқа толсын деген ізгі тілекпен жасалынды. Бұл көне қазақ хандығының туында кездесетін шексіздік өрнегі. Ол халқымыздың мәңгілігін, елдің бірлігін және ұрпақ сабақтастығын бейнелейді. Мағынасы қазақ елі мәңгі жасасын. Бұл жерде Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің күмбезі бейнеленген. Ол туған жерді құрметтеуді, ұлттық рухты сақтауды білдіреді. Қай жерде жүрсек те, туған жерімізді ұмытпайық деген ойды жеткізеді. Бұл жұлдыз құрағы. Қазақ халқында жұлдызың жарық болсын деген тілек бар. Сондықтан бұл құрақ иесіне сәттілік, абырой және жарқын жол тілейді. Келесі тұмар оюы. Тұмар ананың баласына деген шексіз мейірімі мен қорғанының белгісі. Ол ұрпағын тіл көзден, жамандықтан қорғап, амандық тілейді. Бұл Найман руының таңбасы. Бұл пано Найман әулетіне арналғандықтан, таңба олардың бірлігін, тұтастығын және әулетінің беріктігін білдіреді. Ең көне өрнектердің бірі ағаш оюы. Тамыры ата-баба, діңі ата-ана. Бұтақтары бүгінгі ұрпақ болса, ал жапырақтары болашақ ұрпақ. Бұл ою әулеттің өсіп өркендеуін, ұрпақтың көп болуын және отбасының мәңгілігін бейнелейді. Бұл суретте осы пано арналған отбасының от ағасы мен от анасының бейнесі көрініс тапқан. Бейне олардың өзара сыйластығын, татулығын, бірлігі мен мәңгілік махаббатын білдіреді. Бұл бидай оюы. Бидай молшылықтың белгісі. Бұл өрнек ырысын артып, дәулетін көбейсін, шаңырағынан береке кетпесін деген ақ тілекті білдіреді. Мұнда қошқар мүйіз бен гүл ою біріктірілген. Қошқар мүйіз отағасының күш-қуаты мен қорғаны болса, гүл отбасының берекесі мен ана мейірімін бейнелейді. Екеуі бірге ерлі зайыптылардың бірлігі мен жарасымды өмірін білдіреді. Бұл алма гүл оюы. Алма ағашындай жайқалып өс, бұтағың көп болсын, алма ағашындай гүлдеп жемісті бол. Балаларың көркемде өнегелі болсын, әулетің ұлы әрі берекелі болсын. Ұрпақтарың көп, көрікті және абыройлы болып өссін деген тілекті білдіреді. Келесі сүйір мүйіз оюы. Ол адамның ар намысын, жақсы атын және отбасының абыройын қорғауға күш береді. Әулеттің аты әрқашан таза болып, қадір қасиеті сақталсын деген ниетпен тігілген. Бұл төртке бөлінген шеңбер құрағы. Ол қазақтың төрт құбылаң тең болсын деген батасын білдіреді. Яғни өмірдің, отбасының және жан дүниенің үйлесімі мен тыныштығын бейнелейді. Бұл құмырсқа оюы. Қазақ халқы құмырсқаны еңбекқорлық пен қорғаудың белгісі санаған. Бұл ою сіздің үйіңізді де, үйіңіздегі құт берекені де қорғайды. Құмырсқа оюы отбасының сақтаушысы, үйдің қорғаушысы, әрбір отбасы мүшесінің қамқоршысы. Келесі ит табан оюы. Ол адал достықтың белгісі. Бұл өрнек адамның жаннан табылатын сенімді досы болып, қиын сәтте қолдайтын жандар көбейе берсін деген тілекті білдіреді. Бұл блокта қой бейнесі бейнеленген. Қазақ үшін қой тоқшылық пен молшылықтың нышаны. Сондықтан бұл құрақты сурет отбасының дастарханы әрдайым тоқ болсын деген ниетпен енгізілген. Бұл от құрағы. От шаңырақтың жылуы. Бұл өрнек ошақтың оты сөнбесін, үйден жылу мен береке кетпесін деген батаны білдіреді. Бұл төбе мүйіз оюы. Бұл оюдың мағынасы
биік бол, бақытты бол. Сенің жарқын атың, отбасыңның аты тау сияқты алыстан көрініп тұрсын. Басқаларға үлгі болатын адам бол деген мағынаны білдіреді. Панодағы барлық өрнектерді біріктіріп тұрған жиек те ерекше мәнге ие. Ол осы отбасының бауырлары мен жақын туыстарының белгісі. Олар әрдайым бұл шаңыраққа тірек болып, барлық жақсылықты тілеп, қорғап, қолдап жүреді деген мағынаны білдіреді. Осылайша бұл панодағы әрбір ою, әрбір құрақ және әрбір бейне өзіндік мағынаға ие. Барлығы бірігіп бір ғана тілекке үндейді. Отбасы тату болсын, шаңырақ биік болсын, ұрпақ өсіп өнсін, береке артып бақ қонсын. Бұл пано ұлттық өнердің сұлулығын ғана емес, қазақ халқының ақ батасы мен асыл тілегін ұрпаққа жеткізетін ерекше туынды.